Армысыз ағайын, бүгінгі ұзақ өмір, салауатты өмір туралы әңгімемізді ары қарай жалғастыра берейік. Енді аманшылық болса бұйырса күнде шығып тұруға ниетім бар. Енді бұйырғанын көреміз. Әзірше енді келіп жатыр қолдан. Оған өте қуаныштымын. Бар сол өмірдегі жиған тигенімді бәрін осы елмен бөліссем, соның бір көмегі болса адамдарға бір деп өзім білген түйгендерім. Сол менің өзім мақсатым, кісілермен, адамдармен, халқыммен бөлісіп, соны көбірек адамдар өздеріне бір ой түйіп, сенің өмірлерін өзгертсе деген сондай ниет менде. Ал енді бүгін біз су туралы тағы да айтамыз. Енді алдыңғы сабақта суды сырт жағынан қалай ықпал беретінін айттық, әңгіме қылдық. Енді ішінен қалай, су ішкенде қалай не ықпал беретінін айтып көрейік. Соны бір талдап әңгіме қылып көрейік. Жалпы су өте керек. Және біздер енді қазақтар шай ішеміз, әбден шайға беріліп кеттік қой. Шайсыз қазақты елестету қиын. Біздер кәдімгі шайды бабымен ішеміз, сүтпен, секермен, маймен, бауырсақ, пирожки бәрін қосып біздер шайды ішеміз. Бізде шай ішем деген қазақта жалпы негізі опыртып бір тамақ ішумен бірдей ғой негізі. Жай тек шай ішкеніміздің өзі бізде тек столдың үсті тек толып тұрады неше түрлі дәмге. Сондықтан біздікі ол жай шай емес, тамақ шай негізінде, шыны керек. Сол енді соны өзгертетін уақыт келді, жаймендеп, біртіндеп. Талай өздерінің ішінде айтып жүргендер де бар шығар, айтпасаң естіп жүргендер бар, шай ішпесем басым ауырады деп. Ол да бір наркоманияның бір түрі. Шай ішпесе бас ауырады деген ол тәуелділік, наркоманияның бір түрі болды. Негізі ол дұрыс емес. Дұрыс емес, енді дұрыс емес деп негізі мен айтқанды жақтырмаймын өзім. Негізі пайдасы аз деп айтайық. Зияны көп, пайдасы аз. Негізі одан кішкене жаймен деп арылған жақсы, ондай тәуелділіктен. Одан да су ішкен жақсы. Енді білгіштер айтады, күніне 2 литр ішу керек деп. Енді оған мен ондай бір келіспеймін. Себебі әркімнің габариті әртүрлі. Біреулер мысалға 1,90 м, салмағы 95-100 кг, біреулер бар 1,60 м, салмағы 45 кг. Қалай ол? Анағанда 2 литр, мынағанда 2 литр ма? Ондай әркімнің несі, ағзасы әртүрлі көлемді талап етеді. Сондықтан еңгезердей адам мысалға бір 3,5-4 литрге дейін ішу мүмкін күні бойына. Мысалға, бір тығыршықтай адам мүмкін 1,5 сондай литр ішетін шығар. Сондықтан әркім өзінің несіне қарап, жағдайына қарап суды ішкен дұрыс болады. Су негізі асылында шай, пәй, әртүрлі шырындарды мүлде ішпеген жақсы ғой. Әсіресе дүкен. Әсіресе жабылған, бекітілген, пастерленген нәрселерді ішпеген жақсы. Негізі асылында тек таза су ішкен жақсы. Негізінде. Бірақ енді біздер қазақтар шайға әбден үйреніп қалған, сондықтан шайды қою қиын шығар. Бірақ қояйын дегендер болса, қоя беріңіз, онда тұрған ештеме жоқ. Шайға байланбай қойыңыздар. Қолдан келетін болса, шайдан арылуға. Ішпей қойыңыздар. Анда-санда бір ішу болады. Көк шай ішу болады, мысалы, көк шайдың пайдасы. Шайдың былай пайдасы да бар ғой, бірақ зияны көбірек деп есептелінеді. Мен де соған келісіңкіреймін. Ең менің бұл жердегі зиян көретінім шайдан. Біздер де құр тек шай ішіп қоймаймыз. Шайға банағы айтқандай неше түрлі тамақтар кетеді ғой. Шай ішудің өзіне бір шаймен бірге 1-2 кг тамақ кетіп қалады. Күніне бір 4-5 рет ішетінімізді ескерсек, біз күні бойы тек тамақ ішумен боламыз. Негізінде асылында
тамақ күніне бір ішкен жақсы. Әр кетсе 2 рет. Оны біз бөлек келесі сабақта ол туралы әңгіме көтерейік. Қазір сол суды ары қарай жалғастыра берейік. Кішкене әйтпесе ауықтырып кетіп жатырмыз. Суда әркім өзінің талабына қарай ішкен жақсы. Қанша организміне, ағзаңыз қанша керек қылып тұр, сонша ішкен жақсы. Сондықтан оны санап керек емес, 2 литр ішу керек, 3 литр ішу керек деп. Ішкің келіп тұр ма, іш. Келмей ма, ішпей қой. Күштеме өзіңді. Тамақ сияқты ол да. Ішкің келіп тұрса іш, ішкің келмей тұрса ішпе. Мүмкіндігінше таза су ішкен жақсы. Сосын біреулер айтады, отырып ішу керек, тұрып ішуге болмайды деп. Тұрып ішу болмайды, себебі ішкен суың бірден асқазанды баса көктеп өтіп, ары қарай асып кетеді дейді, шек қарын қарай. Енді мен оған сондай бір келісім керемеймін. Енді келіспегенде де андай бір жоққа шығарып жатырған жоқпын, оған құптамаймын. Менің ойым өзімнің. Қалай, егер су ішіп жатқан кезде тұрып тұрған жағдай болса, мен әдейілеп отырмаймын. Егер отырып ішіп жатсам, әдейілеп тұрмаймын. Қалай солай келді, екеуміз солай іше саламын. Оны ар жағын ойламаймын да. Оның бәрін ойлай берсең, тіпті үйде есік терезенің бәрін бітеп, көрпені бүркеніп алып жату керек қой. Бірдеңе болып қалмасын деп. Оның бәрін ойлай беретін болсаң, оның өмір сүрмей керек. Сондай менің көзқарасым. Сондықтан іше бер, қалай ішсең де. Бәрі сол асқазаннан өте ме, шек қарынға бара ма. Ол су деген су, ол тамақ емес. Сондықтан қорытылса да тез қорытылады ол. Тез сіңеді. Сондықтан ондай қатты соған көңіл бөліп керек жоқ деп ойлаймын мен өз басым. Сондай бір асыра сілтеушілік керек емес. Енді өздеріңіз білесіздер, менің ойымды айтып жатқаным, өзім көзқарасымды және ұстанып жатқан ұстанымымды, өзімнің осылай қолданып жүрген ұстанымым сондай. Мен қалай бар, солай іше беремін суды. Отырып та іше беремін, тұрып та іше беремін, жатып та іше беремін керек болса. Сосын таңертең оянғанда негізі су ішу керек деген сондай не бар, ұстаным. Су ішуден бастау керек. Мен сол ұстанымды ұстаймын. Себебін білсеңіздер, себебі түні бойына ағзаңыз су алмай, судан нетіп қалады, шөлдеп қалады да, сондықтан судан бастаған дұрыс дейді. Солай шығар. Мен бірақ өз басым қасыма су алып жатам. Андай ыдысым бар. Немен спортсмендердікіндей кнопкамен басады. Кнопка басқанда қақпақ ашылады. Сосын жауап қойсыз. Сонда ыдыс құлап қалса да төгілмейді. Сол қасымда алып жатам. Түні бойы мен бірнеше рет оянам өз басым. Өзім былай бір 5-6 сағат ұйықтаймын жалпы күнделікті бір. 4 сағат пен 6 сағаттың арасында ұйықтаймын. Күнде солай үйреніп кеткен, дағдыланып. Сол 4 сағат, 5 сағаттың ішінде мен 3-4 рет оянам. Әртүрлі себептермен. Кейде дәретханаға барам, кейде жайда оянып кетем. Кейде тағы бірдеме, әйтеуір ояна берем түнде. Бірнеше рет оянам. Сол әрбір оянған сайын 1-2 ұрттай берем суында. Сондықтан мен түнімен шөлдеп шықтым деп айта алмаймын. Енді әркім өзі біледі, біреулер тек қалай көпшікке бас тиді, солай ұйықтай береді. 8-9 сағат ұйықтайтындар бар, қозғалмастан ұйықтайтындар. Енді оларға түнде оянып су іш деген әңгіме жоқ. Құдай сақтасын ондайдан. Өзі біледі. Мен өзім көп оянам түнде. Сондықтан оянған сайын мен сол жайменде ұрттай беремін. Су ішу үшін оянбаймын, жай әртүрлі себеппен өзім оянам. Кейде түс көріп жатып бір оянам. Кейде дәртханаға барып тағы да айтайын. Кейде жай білмеймін, өзім оянам. Сол кезде қасымда суым дайын тұрады. 1-2 ұрттайын, сол жатқан күйінде. Сонымен сосын таңертең оянғанда тағы су ішем. Бірақ мен бірінші тіл тазалап алуға тырысамын. Таңертең тұрғанда негізі мына йогада айтады, тілді тазалау керек дейді. Өйткені түні бойына тіліңе көп қақ жиналып қалады. Көп қақ жиналып қалады, ол у деп саналады. Сосын сен тіліңді тазаламай ішсең, су болсын, басқа болсын, тамақ ішкенде сол бүкіл қана улы қақтың бәрі сонымен бірге ағзаңа кетеді.
деп есептейді йогалар. Сондықтан олар бірінші тілін тазалайды. Ол екі мағынада тазалау керек дейді тілді. Бірінші мағына сол бағана айтқандай сол qaқты тазалау, екіншіден сөйлеу жағынан жаман сөзден, жаман пиғылдан, ойдан сақтап содан да таза. Сонда екі мағынасы бар ғой тіл тазалау деген. Тілің таза болсын, әрі физикалық тұрғыдан таза болсын, әрі мына сөйлеулік тұрғыдан таза болсын деп. Сондықтан мен өз басым соны қағидадан ұстанып, күнде таңертең мына ашып, немен қасығым бар, сол қасықпен үстін былай қырып тазалайсың, тілдің ұшына дейін. Сосын мына екі қырын, сосын астын тазалап алып, содан кейін бар жуынып, шайынып атқанда сол тілімді де тазалап аламын міндетті түрде. Сосын душ қабылдап, алдында сабақта айттым, мен душты ыстық судан бастап біртіндеп салқындап мұздайға дейін жеткіземін. Сосын барып шығамын. Сосын сүртінбеймін де, басымды сүртемін де, ары қарай тек халат киіп жүре беремін. Өзі немесе кимейді, өзі судың өзі кепкені жақсы денеңде. Сүртінгеннен гөрі. Сосын бар суыңды ішіп, содан кейін процедуралар енді ертең бөлек сабақпен айтайық. Сол мен қазір бүгін өткен себебі су туралы әңгіме болып жатыр. Мен тек өзім қайта ауытқып кетіп жатырмын. Кешірерсіздер енді оған. Енді сол суды ары қарай жалғастыра берсек, суды күні бойына мүмкіншілік болса ішіп жүрген жақсы. Мен өз басым әйтеуір былай мүмкіншілік болса сол ыдысымды алып жүремін. Бір 700 мл сондай несі бар, көлемі. Соны алып жүріп, мүмкіншілік болса соны ішіп жүремін. Жоқ болса онда тастап кетемін. Шыдаймын, жүре беремін, ол туралы ойламайсың. Сосын бір реті келгенде суды ішесің. Сол күні бойы суды ішіп жүрген жақсы. Өйткені біздің ағзамыз 70-80% судан тұрады деп есептелінеді. Ғылыми ұстаным бойынша. Сондықтан соған су керек, өте көп керек су бізге. Кеппеу керек ағзамыз. Егер көп кебетін болса, көп неше түрлі зиянды процестер жүреді ағзамызда. Көптеген бізге керек жасушалар, клеткалар жасуша дейміз, сол жасушалар өледі, әртүрлі зат алмасу өзгереді, тағы бірдеме көп нәрселер болады. Оның бәрін ойланып керек жоқ, оның бәрін тек проблема қылып. Жай тек тоқ етері су ішіп жүрген жақсы, мүмкіншілік болса. Жоқ болса жоқ, бірақ оны нетіп керек емес, соған байланып керек емес. Сосын бір осы суға байланысты бір нәрсе айтып кетейін. Ол енді бәріне де қатысты, бірақ қазір енді су туралы айтсақ, өздеріңіз сол бір бөлек бір ыдысыңыз болса, тек андай баклажка емес, өйткені баклажканың бәрі у. Онда ұзақ тұрған сұйықтың бәрі ол улана береді сол неден, химикаттармен. Сондықтан арнайы ыдыс болған жақсы бар. Немесе не әйнек ыдыс, шыны, не сондай арнайы пластик. Сондай не у бөлмейтін пластиктер бар. Кімде Тапер деген фирманікі бар мысалы. Соны нетсе, соған құйып қойып, сосын әрбір ішкен сайын сен біртүрлі бір бальзам ішіп атқандай, бір эликсир ішіп атқандай сондай сезімді жазып қоюға керек болса. Эликсир деп, жасару эликсирі мысалға, немесе азу эликсирі, немді салмағымды азайту эликсирі, немесе тағы да өзіңе кімге не керек, соны жазып қойсаң, ескер. Соны ыдысыңа қарап алайын деп көзің түсіп кеткенде, сол жазу көріп, есіңе түседі. О, мынандай екен, соны ішкенде, сол суда сен жай су ішіп атқан жоқсың, сонда сен кәдімгі миыңа соны құйсаң программаны, сен жай су ішіп атқан жоқсың, эликсир ішіп атырмын деп. Эликсир ішіп атырмын, соны ішкен сайын, о деп күшті болып қалдым деп сондай бір сезіммен ішсең, ол мүлде басқа әсер береді. Ішердің алдында егер соны былай ұстап, ыдысыңды кішкене энергия беріп, сөйтіп ішуге деп оймен мысалға нетіп, оқылған деп айтады ғой қазақтар, мысалы бірдеңені мынау деген оқылған не бірдеме, соны жағу керек, ішу керек деп. Сол сияқты сол оқылғанның әсері соны өзіңде жасай аласың, ешкімге апармай-ақ, өзің үйде соны оқып, егер оқығың келсе, оқи сал бірдемелерді. Былай жай тек ниет білдіре сал, немесе жай тек оймен бір соны бет ұстап отырып, кішкене ой жіберіп, соған мына су деген күшті эликсир болып жатыр, мені емдік қасиеті бар деп сөйтіп, сондай ішсең, жай су емес, бұл деген бір күміс су, алтын су, бір емдік су деп, атаның суы деп, сондай біз атаң су бір жаққа барып атаң суы деп алып келіп, соны жағамыз, ішеміз, сондай неше түрлі жасаймыз ғой қазақтар.
сол сияқты соны үйден ақ сен сондай суды жасай аласың, қасиетті су деп. Сосын өзіңе қандай неге керек саған, соған жібердім. Терімді жақсартамын деп, шашымды жақсартамын, мысалға жалпы денсаулығымды жақсартамын, немесе азамын деп, сенен салмағымды азайтып, немесе жасарамын деп, зат алмасуымды жақсартамын, қанымды жақсартамын. Сондай сезіммен ішсең, ол шынымен ақ ол әсер береді. Өйткені мына мидағы нелер, ойлар, олар ой мен сөз ол материалдық емес, бірақ олар материалдануға алып келеді. Егер өнемей сол оймен бір ойларды, бір сөздерді қолдана берсең, өзіңе керек аффирмация қылып, және соны бір әдет қылып. Су ішейін деп жатқанда бір ой келеді. Мен мына суды жасарам деп. Күнде соны тек ұрттаған сайын, сен жасарып жатырмын, сондай сезіммен, сондай күйде отырып ішсең, әсері міндетті түрде болады. Ешқайда ештеңе барып керек жоқ, сатып алып керек жоқ, соны ішіп ақ сен жасарасың. Одан бөлек тағы суды тазартуға болады. Мысалға, еріген су деген бар, орысша талай вода. Оны мысалға таудың басынан еріген сулар, қар өте күшті емдік қасиеті бар мысалға. Бұлақтың суы деген сияқты сондай. Еріген суды үйден де жасай аласыз. Тоңазытқышқа бір баклажкаға су құйып қойсаң, соны ерінбей, ұмытып кетпей қарап отырып, бір 15-20% қалғандай қатпаған. Тоңазытқышқа болғанда неге кәдімгі мұздатқышқа салу керек, морозильникке. Сосын ұмытып кетпей бір қарағанда бір 10%-дай қалса судың, қалған бәрі мұз болып, сол кезде шығарып алу керек. 10-15% қалғанда ұмытпай соны шығарып алу керек те, сол ана қатпаған суды төгіп жіберу керек. Бүкіл ана судағы керек емес удың бәрі солда. Олар ең соңғы болып қатады. Сондықтан оны сен ағызып жіберсең, төгіп жіберіп, сосын ана қалған мұзды ерітсең, сол еріген су, ол таза су деп саналады. Соны сөйтіп ішуге, немесе дистилленген су бар, сол дистиллейтін аппарат алуға болады, немесе әртүрлі тастар бар, шунгит, мунгит деген бір неше түрлі соларды нетіп, соған салып, суды құйып, ол бір кастрөлден бір кастрөл құйып, сөйтіп ауыстырып, анаған салып, мынаған салып, сөйтіп те тазартуға болады. Ерінбесе, бірақ біздің Қазекең ондайға әрине бармайды. Сондықтан жай тек айтып отқан, мүмкін біреу кенет барып қалса деген. Жалпы оның күмәнім бар үлкен, оны істейтін. Өзім де істемеймін, мен де қазақтың баласымын, мен де соны істемеймін. Яғни сол дайыны сол. Енді соған байланысты тағы бір айтып жіберу болады. Егер оның бәрін сен таза су ішкің келсе, бірақ оның бәрін істеуге ерінсең, онда мына Жапониядағы Окинава аралында ұзақ өмір сүретін адамдар көп. Соның ғалымдар зерттегенде, сол ұзақ өмір сүрулерінің бір себебі, бірнеше себеп бар. Соның бір себебі су жердегі өсетін маржандар екен, судың астындағы, сол жағалауда өсетін емес, сонда өмір сүретін рифтер, коралловый. Соны су жердегі маржан емдік қасиеті бар екен, адамның ағзасын жасартатын, тазартатын. Олар соны қолданғандықтан бір шетінен жастар ұзаққа барады екен. Соны қазір бір халықаралық мекемелер соны ұйымдастырып, соны қазір сатады. Үлкен емдік қасиеті бар. Егер ештеңе істемей, тек соны, бірақ таза су ішкің келсе, солардан алуға болады. Coral Club деген мекеме, соларда сол мына нені, сол Окинава аралының жағалауында өмір сүретін сол маржандардан шығарылған арнайы су сатады. Су болғанда соған саласың сол маржандарды, ұнтағын. Сол суыңды тазартады, соны ішіп, сен өте жақсы әсер аласың. Егер кімдер сондай таза су ішкім келеді деушілер болса, соғаларға баруға, ол шынымен ол дәлелденген нәрсе, соны ішуге болады. Сол коралл кез келген қалада, басқа мемлекеттер білмеймін, бізде Қазақстанда кез келген қалада бар, олардың офистері, сол жерге барып, хабарласып, содан алуға болады. Сол нені, маржан несін, ұнтағын алып, сол суға салып қойып, ішіп отырсаң, сол енді ол тек бірден тек бір-екі ішкеннен ештеңе болып кетпейді, бірақ тұрақты түрде ішіп отырсаң, көп әсер аласың. Әсіресе ауыр жүрген кісі болса, ол
кәдімгі ғылыми да былай да дәлелденген нәрсе. Оны енді өздеріңіз көресіздер. Менікі айту, құлаққа қағыс қылу. Солай айтайын деген, сонымен қатар мына судың маңыздылығын айттым. Су ішудің өте маңызды нәрсе адам ағзасына, денсаулығына, жалпы өміріне. Себебі бағанадан алдында да айтып отырмын, өздеріңіз де талай естіп жүрсіздер, адамның ағзасы 70-80% судан тұрады. Сондықтан су өте бізге керек. Су туралы мен айтайын дегенім осы әзірше. Ертең арғай қалай күнді өткізуге таңертеңнен бастап соны айтып көреміз. Егер не болса, жағдай болса көреміз қалай болатынын. Әзірше осы. Бүгінше келесі кездескенше аман болайық.